Бектенов үкіметіне өзгеріс керек деп ойлайсыз ба? Енді өзгеріс керек деп ол өздері шешу керек. Ішкі жағдайды өздері жақсы біледі ғой. Енді бір ғана қателік жасады деп бүкіл үкіметтің жұмысына крес қоюға болмайды. Себебі жұмыс көп. Мың мәселенің ішінде бір-екеуінде сүрінсе, енді бәрін шығара берсек, шетінен жұмыстан онда үкімет жинай алмай қаламыз мысалға. Бірақ енді жіберген қателіктерді екінші рет болдырмас үшін механизмдерін жасау керек, ол мен келісемін. Тек қана министрлер емес, министрлердің орынбасарлары бар. Бектенов үкіметіне өзгеріс керек. Енді алдағы апта Құдай қаласа үлкен президент өткізетін жиын болады ғой, соны күтейік. Біріншіден өзгерістер болып та жатыр. Бірнеше министр осы 1-2 айдың ішінде өзгеріп те үлгерді. Әлі де осындай точный дейді ғой, адресіне өзгерістер болуы ықтимал. Үкіметте кішкене қалай деп айтсам болады, бір тұшымды шешімдер ме, әлде бір революциялық бір өзгерістер ме экономикада, бір үлкен бір қарқынды қозғалыстар ма пока көре алмай жатырмыз. Кейбір министрліктерге қажет болатын жағы. Мысалға дейсіз ба, өндіріс құрылыс министрлігінде өзгеріс керек болуы мүмкін сияқты. Себебі бұл жерде өндірісті жалпы мына өңдеу саласын білетін технар мамандар керек. Жалпы біздің үкіметте технарлар көп керек сияқты. Қиын сұрақ негізі, қазіргі таңдағы қиын геосаяси жағдай, экономикалық күрделі жағдайға байланысты әрине олар әлі бір жыл көлемінде өздерінің стратегияларын толық жүзеге асырып жатыр деп ойлаймын. Бірақ енді мемлекет тарапынан, мемлекет басшысы тарапынан қойылған тапсырмаларды орындау байланысты олқылықтар болатын болса, онда сол жүзеге асыра алмаған, табандылығы жетпеген сондай жерде мүмкін ауысу керек шығар. Енді Бектенов үкіметіне толықтай өзгеріс қажет емес деп мен барлығына бірдей айта алмаймын, бірақ өзіміздің комитет қарайтын әлеуметтік салаға үлкен өзгерістер керек деп ойлаймын. Балалардың құжаттарын дайындайды, құжаттарын қабылдайды, лагерге баратын, бармайтындарын есептейді, барғандарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мынау ерекше балалармен жұмыс істейді, үй жағдайындағы балалармен жұмыс істейді, мектептерді үйлерді аралайды, арнайы тізім жасап, осының барлық әлеуметтік педагогқа келеді. Бір әлеуметтік педагогқа 1000-2000 баладан келіп отыр. Осының бәрі үшін алған айлығы 118 000 теңге. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында жалпы саны 113 000 маман бар екен. Бәрін есептеп шықтым ресми. Соларға жалақысын жаңа 118 000-нан 150 000-ға көтерсек, бір жылға бюджеттен қосымша кететін шығын 55 миллиард теңге. Меніңше ол түкке тұрмайды білім сала үшін. Мынау еден жуатын, аула жаңа сыпыратын азаматтардың айлығы да түкке тұрмайды. Иә, оларды биылғы жылы 2 есе көтереміз дейді 100%-ға. Соның өзінде мен біздің еліміздегі мен үнемі айтатын ертегі сәйкес келетін өтірік статистикаға сүйенетін орташа жалақыны айтпайын 400 000 теңге. Медианалық жалақы 231 000 теңге. Соның өзіне жетпей қалады. Енді жалпы мен ойымша жақынарда болған ауыс-түйістер негізінен қойылған қазір мәселелер шешті деп ойлаймын. Қазір қарасаңыздар, кеше әділет министрі кетті, алдында экономика министрі кетті. Жалпы қазір енді барлық бағыттар бойынша жақында келген немесе толығымен өзін көрсетіп үлгермеген әлі потенциалы бар министрлер отыр деп есептеймін.